Бәріне сәлем. Бүгін біз Анкарадағы саяхатымызды таңғы 5-те тұрудан бастадық. Сосын станцияға барып, тексерістен өтіп, қызыл тренге міндік. Қызыл треннің іші автобустағыдай екен. Өз орнымызды тауып жайғасып, жолға шықтық. Жол Ескишехирден Анкараға дейін 1,5 сағатты алды. Қызыл треннен түскеннен кейін вокзалдың ішін көрдік. Вокзал өте жаңа сияқты болып көрінді бізге. Вокзалға кіргеннен кейін вокзал ішінде суретке, видеоға түсіп алдық. Сосын ары қарай автобусымызды іздеуге шықтық. Автобусымызды шатастырып, әйтеуір бір жерден тауып сол жерге міндік. Бұл вокзалдың сыртқы бөлігі. Жолай жолаушылардан сұрай жүріп, әйтеуір Анкара қалашығына, мұнарасына, ғимаратына баратын жерді таптық. Жолай үшеуміз тамақ жеп тұрғанбыз, бір уақытта бір апай келіп бір нәрсе сұрады. Содан кейін мына музейге кіретін болып шештік. Бұл музей тегін екен, Анкара Палас деп аталынады. Яғни бұрын отель болған, қазір музей ретінде берілген. Мұнда Ататүрік болған екен. Мына апай Хербалаевта істейді екен, өзінің Гербалаевын жарнамалап жатыр. Музейдің ішіне кіріп бір нәрсе түсірейін деген едім. Түсіре алмадым, себебі түсіруге болмайды. Сосын мен де рахаттанайын деп шештім. Ары қарай Калитсине шығуға бел будық. Бұл өте ұзақ жол екен. Яғни Түркияда жолдары түзу емес. Шығасын, түсесін, сондай ғимараттар. Бұл барар жолда. Одан кейін көп деген лестницалардан өттік. Үшеуміз шықтық деп ойлап видеоларға түсіп атқан кезіміз ғой. Артымыздағы ұзақ баспалдақтармен жоғары қарай көтерілдік. Әйтеуір дегенде көше бойларымен жүріп, сол жердегі адамдардан сұрастырдық. Бірақ бұл жерде көп адам тұрмайтын секілді болып көрінді, себебі адам өте аз. Сосын тағы да осы баспалдықпен Анкара мұнарасына, қорғанына шықтық. Жолда тағы сурет видеоға түстік. Мінекей, бұл алғашқы есіктері, яғни кіретін жері, бөлігі. Мынау ең биік жер екен. Дәл осындай мұнара біздің қарсы бетте де болды. Бірақ ол жаққа шығатын жол қазірге жабық деді. Сондықтан осы жерге келдік. Қала тым әдемі көрінді. Одан кейін осы Мелиха Сұлтанның мешітіне келдік. Ары қарай жолдан өтіп бара жатып, Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінін көріп қалдық. Ары қарай енді біз Ататүріктің қабірі типа жатқан жеріне бардық. Аныт Кабир деп аталынады. Кіре берістен бізді тексерістен өткізіп, одан кейін осы жерде автобус күттік. Автобустан кейін автобус өзі әр жерге апарып тастайды екен тегін. Аныт Кабирдің ең жоғарғы шетіне жеткізді. Мына жерде оң жақта көрсетіп жатқан адамдар кезекте тұрған музейі. Ары қарай бұл жерлерде Ататүріктің қалыбы дейді, бірақ біз оштен тек мрамор тасын ғана көрдік. Бұл жерлерде әрине әдемі сурет, видео жасауға болады. Сол үшін де келген жоқпыз ба деп па. Мынау кірер жол болып табылады. Біз кірер жолын автобуспен өтіп кеткен тұғынбыз. Сосын ары қарай кірер жолында көріп кетейік дедік. Нағыз қызық. Енді басталды. Елдірім аспабаға кіріп, өзімізге тамақ заказ берген едік. Бізге салат, фри, кофте әкеліп тастады. Мен бұл жердегі түрім, оны біз шотқа төлейміз бе жоқ па деген ой болғандығын. Асыл екеуміз көптен күткен шотымызды күтіп отырмыз. Бірінші мен көрейін деп шештім. Түк болмағандай деп 650 лира төлеп кеттік. Алайда бізге түрлі тәттілер алып келіп берген болатын. Шотты төлегеннен кейін енді жай барақат беймарал отырып, шай ішуімізді жалғастырдық. Бірақ шынымен де Стамбулға келер кезде әртүрлі заттарды естіп, кафеге кіргенде қорқатын боласың. Бұл бізге тегін әкеліп берген икрамлар, яғни комплименттер. Ары қарай тойып алып, Жұмқұр Башкан кітапханасына баратын болдық. Ол жер өте әдемі. Мынау сырт
бейнесі, яғни біздің Шымкенттегі тойханаларға ұқсайтын болып келеді. Барлық жерінде тексеру бар. Кірген кезде біздің паспортымызды алып, тексеруден өткізді. Кейін кішкентай штрих-код берді. Кірген шыққанды сол штрих-код арқылы өткізеді екенсің. Бұл кітапхананың ерекшелігі 24 сағат жасайды. Іші өте кен болып табылады. 12-8 қабаттық болып келеді. Алдының өзі өте керемет көрініп тұр. Ішіне кірген кезде әр қабатта ерекше бөлімдер бар екен. Және де ішінде глобус тәрізді зат орналасқан. Баспалдақпен де, лифтпен де шықсам болады. Ішіне арнайы тамақ ішетін бөлім жасап қойған, демалатын бөлім жасап қойған. Тегін су тамақпен қамтамасыз етеді екен. Мынау лифттегі кезіміз, яғни бергі бетінде 1, 3, 5 деген этаждарға көтерілуге болатын болса, арғы бетінде жупсандар, яғни 2, 4, 6 деген қабаттарға көтерілуге болады. Осылайша біз отельдегідей лифттерге мініп, кітапхананың ішін аралап шықтық. Мынау жаңағы айтып өткен глобусымыз, және кітапхананың ішінде сан түрлі кітаптар бар екен. Біздің Астана қаласындағы Нұрсұлтан Назарбаев кітапханасына да барып көру керек екен деген тұжырымға тоқталдым. Кітапхананың ішінде мешітіне дейін бар. Арқарай кітапхананың алдында осы кітаптан ұйымдастырылған заттарды көрдік. Одан кейін кешқұрым Асылдың әпшесінің үйіне тамақтануға кеттік. Бұл жерде орыс тамақтары, борщ, оливье және де өзбек тағамы самса болды. Солардың бәрін жеп алып, келесі күні Анкарадан қайта ескі шекерге қайтатын болдық. Бұл жерлерде біз автобустарға міндік, өздерінің картасы болады. Біз 65 лираға сатып алған тұғынбыз. Қайтарда біз автобус тұрағына барып, автобусқа мініп қайттық. Бірақ қайтар жолда автобуспен қайтқанымыз үшін қайтар жол 3,5 сағатты алды. Жолда тоқтап үзілістер жасайды екен. Ұзақ жүріп, әйтеуір ескі шекерге де келіп жеттік.